Ассалаумағалейкум. Бүгін мына жерге шпендель жасаймыз. Мына амортизаторды үстіне ұстап тұратын, рамаға ұстап тұратын жерінен шпендель керек. Сондықтан бірінші жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Офсетті 1 мм-ге салайық. Бірінші ол емес, бірінші белгілеп алайықшы. Ортасын белгіледік. Енді жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Офсетті 1 мм-ге қоямыз. Содан кейін осының үстіне жұмысты осының үстіне жасаймыз. Жерге диаметрі 12 болса, мына жерге 11 мм-лік диаметр жасаймыз. Содан кейін мына сыртына 1,20 мм-лік шайба жасаймыз. Енді біздің мақсат бұны өсіру. Өсіру үшін мынау екеуін таңдаймыз. Біреуін емес, екеуін анда таңдаймыз. Бұны 3 мм-ге үлкейтейік. 3 мм. Енді шетінен қарайық. Мынау шпендельдің басы көрінді. Енді бізге бұл шпендельдің ортасын бүйтіп ұзартып, мына жерден шығару керек. Сондықтан мыналар кедергі жасамау үшін section view деп қоямыз. Section view дегенде керек емес жақтары көрінбейтін болады бізге. Осылай қылдық. Енді көрсетіп қоямыз бізге ыңғайлы болсын деп. Енді мынаны таңдаймыз да. Мынаны таңдаймыз. Бұны өсіруіміз керек. Керге. Примерно 63-ке өсірсек, solid қылып өсіруіміз керек. Қайттан таңдаймыз. Бізге бұл емес, мұнаны таңдау керек. Бұны таңдау үшін мына жерге келіп таңдадық. 63 мм қылып таңдадық. Окей дейміз де. Шпендельдің басы өсті. Енді section off десек, міне шпенделіміз көрініп тұр. Енді мынау шпендельге біз тесік салуымыз керек. Сонда мына жерге гайка қойылады да, содан кейін мына жерге жаңағы кішкентай пин дейді ғой, кішкентай шеге сияқты нәрсені кіргізіп қоямыз. Сонда мынау гайкамыз ұшып кетпейді. Шпенделімізді шығып кетпейді сонда. Енді section view қояйық. Section view'ді қояйық. Бұлай жоқ қояйық. Бізге кедергі жасамасын. Осылай. Енді мына жағына таңдайық та. Не үшін таңдаймыз? Өйткені бізге қазір былайша айтқанда сурет саларда жұмыс істеу алаңын жасағанда жаңағы бұл бір нәрсеге қарасты қылып жасайды. Сондықтан мына сызығымыз
біздің шпендердің басының ортасынан өткені маңызды. Ол үшін плейнді таңдаймыз, mid plane дегенді таңдаймыз. Сосын жасаған сызықтың mid деген ортасынан жұмыс істеу алаңын қойып қояды. Енді осы жаңадан жасаған жұмыс істеу алаңында біз жұмыс істей аламыз. Таңдадық, plane жетіні таңдаймыз. Енді plane жетіні таңдағаннан кейін plane жетіге біз жұмыс істей аламыз. Ол үшін мынаны көрсетпей ұстауымыз керек. Edit section view жасап. Так. Мына тұру керек. Так, екінші қайда. Осылай қойып, бізге қарау жұмыс істеу ыңғайлы болсын. Ал, енді plane жетіге мына жерге туырлап, мына басына бір 2 миллиметрлік тесік жасаймыз. Оны remove деп бланчи 25 миллиметрге тесіп тастасын. Second end position деген екінші жағынан да тесіп тастасын. Көрдің бе, тесік пайда болды. Енді тесігіміз бар. Енді келесі жасайтынымыз мына гайканы орнату. Гайканы мынаның үстіне туырлап жасаймыз. Гайкамыз мына жерде 13 болса, сыртқы параметрі 23 қылып. 23 қылдық, оны өсірейік. Так, оны 3 мм болса жарайды. Керіге өсірейік. Содан кейін starting offset деген offset қай дистанцияда басталсын деген бағана беріледі. Жаңағы сен өсірген затың қай дистанциядан басталып өсірілу керек деген мағына береді. Қазір қараймыз. Так. Offsetті былай қойық. Offsetті 3 қылсақ, 3 мм. 3 мм аздау етіп, 4, 5. 5 мм-ге қойып қойық. Мінекейіңіз гайкамыз пайда болды. Гайкамыз бар. Тесігіміз бар. Пинді орнатамыз да, сөйтіп гайкамызды, шпенделімізді бәрін орнатамыз. Енді сосын мына тұрған амортизаторымыз ешқайда кетіп қалмайды. Мынау амортизаторды копия жасап көбейтуге оңай. Мына жерге автомат түрде істеп тастаймыз. Немесе айналау әдісін қолданамыз. Бүгінге сабақ бітті. Сау болыңыздар.